İnsanның өмір тарихы өшпей тұғын әріплер менен жазылып, әуледлар тұрмысында яд алынып жасар екен, бұл инсан қалқ үшін туылған һәм қызмет еткен. Әр дәуірдің өзіне тән уақиялары, тұрмысы, шариаты болады. Ел басқарған іскер басшылары өз заманының қаһарманы сыпатында атлары халық жүрегінде мәңгіге сақланып қалады. Бүгінгі дәуір глобалласқан, барлық имканиятларға ерсіліп атырған бақытлы заман. Осындай бақыт дерегі біздің мәрт аталарымыздың істеген минетлерінде көрінеді. Олар ұзақты көре алды, елді көркейту үшін жан күйдіріп істеген қызметлері менен өшпей тұғын ат қалдырды. Ұзақ жылдар республикамызды басқарған Қалибек ата Камалов өзінің еске түсірулерінде халықтың тарихын, ер азаматларының халық үшін істеген қызметлерін жоғары бағалайды. Бүгін оның еске түсірулерінде Біржан Қалмұратовтың 100 жылдығына байланыслы айтылған пікірлері менен көрсетуімізді бастаймыз. Мен бірінші секретар апқым болғаннан кейін енді елді қалай етіп түзету керек, қалай етіп қаратастарды гүлденген елге айландыру керек, қалай еткенде пақтардың зиратын көбейту керек, қалай еткен оғанда елімізді абадан ел қылуымыз керек. Осы мәселелер менің алдымда көлденең тұрды. Бірінші кезекте мен ойладым, жоғары зират арасаған бригадалар бар, жоғары зират арасаған колхоз бөлімдер бар. Соларды ұстаз сайын, солардың жолын, солардың диқаншылықтың тілін біле соған адамдардың тәжірибесін үйренейін, өзім үйренейін, кейін халыққа үйретейін деген ниетке келдім. Жақсы кадрларды даярлау мәселесі бірінші кезекте тұрды. Менің қол қанатым райком бірінші секретары. Біржан аға ұсаған, Біржан аға сауатлы, адамгершіліклі, халықтың елдің тілін біледі. Халыққа елге тура қылатлатуын, тура сөйлетуін азамат. Сондай жігіттерді көтерді мен жұмысқа. Біржан енді жүдә зор азамат еді. Оның енді өзалды, характері өзалдынан. Әр адам өзалдына бір дүния. Өзал дүния. Оның мінезі, халыққа қатынасы, сөйлеген сөзі біреуі ұсамайды. Бірінші кезекте халық үшін, ел үшін қызмет қылып, елдің экономикасын көтеріп, халықтың арқасына сипап, халыққа жақсы сөз айтып, халыққа жақсылық қылып істейді. Біржан Қалмаш 1962 жылы Кегейліге бірінші секретар айқын болдым. Мен енді бір сәт собен оғанда Махмұд мен тек екі район оқылады. Қоңырат пен Кегейліге. Көпшілік оғанда мен Біржанмен бірге істестім. Біржан енді тура сөзлі, өтірік сөйлемейді. Өз алдына, мінезі өз алдына. Енді ол ел үшін, халық үшін қатты қызмет қылды. Бірінші қарыларды, 60-ға, 70-ге шыққан қарыларға 3 гектар, 4 гектар пақта берді. Сол 3-4 гектардан 35-40 центнерден пақта алды. Біржан қолында папкасын алады, папкасын алып, әмме атыларды аралайды. Атыс қалдырмайды. 2 сапқоз ашты. 2 сапқоз. Біреу Муса Жали деген Қалқабатта, Қуаныш Жарманың бойында зор жүлі бар. Сөйлеп сапқоз ашты. Одан кейін Көкшел деген сапқоз. Адамдар мен істесіп, Біржан көп жұмыс қылды. Солай етіп, Біржан Кегейліні көтерді. 11 жыл райкомға секретар болды. Кегейлі районы Біржанның істеген оғанда 43 мың тонна пақта берді. Бір 1973 жылы оны Қожаліге секретар райком қылдым. Солай етіп Біржан һәм халық сыйлады. Қожаліге барғандам көп істеді. Қожаліге барғандам Біржан Шуманайғылды қос бір район еді. Шумайдан көп жер ашты. Құм жыққанда
Екеуміз барып құм жыққанда бір сапқа шоқымызды істедік. Ленин каналына көпір құрдық. Сөйтіп үлкен жиналыс өткеріп, техникалардан жәрдем беріп, сол жерде үлкен қожалық пайда болды. Сол совхоз аты Піржанның атында. Құрылыспен шұғылданып, райком құрды, больница құрды, үлкен этажды жерлер құрды. Солай айтып, Піржан өзінің өмірін, ақылын, парасатын, адамгершілігін, өзінің елдің үлкен уәкілі сыпатында Қарабастан елін рауыздандыруға азаматтық үлес қосты. Біржан Қалмұратовтың өмір баянында үлкен тарих бар. Ол 1925 жылы Қанлыкөл районында Қалмұрат Шайыр деген лақапқа ие болған кәсіпкәрі балықшылықпен шұғылданатын инсанның шаңырағында дүнияға келген. Арман, арзу, тілек оны балалығынан ақ іскерлікке талпындырған. Қиын дәуірлерге қарамай жоғары білім алуға, халық үшін адал қызмет етуді кеуіліне түйген һәм бұл нәтижелерге өзінің талапшаңлығыменен еріскен. 1939-1942 жылларда сол дәуірдегі педагогикалық білім жұртында тәлім алып, дәслеп минет жолын мұғалімшіліктен баслайды. 1946 жылы Ташкент юридикалық институтына оқуға кіріп, өзінің ой қиялын билеген арманларына жету оған күш-жігер бағышлайды. 1950 жылы институтты біткеріп, Қараөзек районы прокуроры лауазымында жұмыс баслайды. Арадан көп өтпей Нөкіс қаласы прокуроры, соң Қожелі районлар аралық прокуроры, ішкі істер министрінің орынбасары лауазымларында қызмет етеді. Оның педагогпен атқарған жұмыслары себеплі сол дәуірдегі ең жауапкерлік қызмет орынлары болған партиялық басшы қызметлеріне шақыртылады. Дерлік 57 жыл бұннан алдын Қарақалпақстан Республикасының құрамында Нөкіс районы шөлкемлестірілді. Бұның инициаторы, басламасы еліміздің үлкен ақсақалы, ел басшысы Қалыбек Камалович, мінекей осы районның келешегі имканиятларını есапқа алып, Нөкіс районы шөлкемлестірілді. Біржан ағадан біз үлкен адамгершілікті, үлкен сыйластықты, өзара хүрмет ізzetті үйрендік. Біржан аға Қалмұратовты бүткіл республикамыздың жемиетшілігі барлығы бірін-бірін жүдә жақсы біледі. Мінекей бір-екі сыйластықтың нәтижесі хақында айтуымыз керек. Сол уақытларда Жданов атындағы һәм Бердақ атындағы сапқозлар пақта жетістіруге қанығелестірілген сапқозлар еді. Сол уақытта район 9000 тоннадан зиятырақ пақта беретұғын еді. Сонда тіккелей сол Піржан ағаның көмегі менен, жоғарғы шөлкемлері менен байланыста болып, осы Ақмаңғыт елатында сол уақыттың көзінде пақта заводыны құрып, тез күрлерде соны пайдалануға тапсырды. Республикада Тақаташ птица фабрикасы соның филиалыны біздің районда ашып берді. Һәм сол уақыттың көзінде мен селхозда істейтін Атанязов дегенде специалисті әкеліп, сол птица фабриканың басшылығы қылып қойды. Мінекей осындай бір ұзақларды көріп, Нөкіс районını қоллап, қуатлап, сол уақытында көп кәне жәрдемлер қылды. 1974 жылы республиканың 50 жыллық той мерекесі болатығын болу еді. Сол уақытларда пақта таярлау планы Төрткіл һәм Берөне районларында орланбай қалу ниеті болған. Сонда соның кеміс күтігіні ұлыма Піржан аға басшылық еткен Қожелі районының пақтакешлері соған тіккелей жәрдем беріп, республиканың орлануына жүзі үлкен көзінің үлесini қосты. Солай қылып, сол 1974 жылы күз айында салтанатлы жиналыс болды. Сонда санаулы районлы партия комитетінің секретарларының ішінде Піржан аға соншама
облыстық партия комитеттерінің бірінші секретарлары арасында бұл президиумда отырды. Бұл Біржан Ағаға болған республика басшыларының hürmet izzeti еді. Бұл алдыны бір болжап жүретұғын бір басшылардан бірі еді. Бұл көп кадрларды таярлады, hem terbiyeladı, hem Біржан Ағаның dostları, оның tayarlаған şagirdleri оға да көп. Біржан Қалмұратовтың Кеуіл сарайы кең, ұзақты көздейтұғын терең ойлы басшы болған. Өсіп кетірген жас әулетларды әр тәреплеме қоллап қуатлап, оларды жақсылыққа тәрбиялаған. Осындай үлгілі пазилеті менен де инсанлар жүрегінде жасап атыр. Оның ісмін, қызметлерін hürmetпенен тілге алады. Мен ол кісіменен бірге істеспегенмен бірнеше мәрте ұшырасуыма тура келген. 70-80 жылдары бұл енді ескі ауқам дәуірінде мектеп балаларының пақта тәрбиясына қатынасуы болған фактлар. Біздер жас уақытларымызда жазғы демалыс уақытларында пақта жұмысларына қатынасар едік. Ел есімді 1977 жылы июл айларының ақырында пақтаның екінші суын беру уақытында біздер 4 мектептің оқушысы 2 үлкен атызда пақталарды суарып атырған уақытымызда районлық партия комитетінің сол уақыттағы бірінші секретары Біржан Аға Қалмұратов пенен қожалық басшысы марқұм Исман аға Есіркепов келіп қалып, машинадан түсіп біздер суарып атырған пақталарды көріп, бұл пақтаның жүде болып екенлігі, көрекілерінің толық екенлігі, көп екенлігі, бойының ұзын екенлігінен жүде көңілдері хош болып, біздерге жүде жақсы сөздерін айтып, кетерінде колхоздың басшылығына бұлар жігіт болып қапты, мектепке барғанда бұлардың қолдарында сағат болу керек, сондай тапсырма қылып кетті. Бүгіннің өзінде 4 балаға 4 сағат сыйлық беріп, бұның нәтижесі хақында маған мағлұмат бересіз деп. Арадан 1-2 сағат өтпестен сол уақыттағы қожалықтың белсенділері келіп, Біржан Ағаның айтқан сыйлықларын біздерге тапсырып, бұлардан біздерге жақсы сөздерін айтып кетті. 1979 жылы районлық комсомол комитетінің қыс айларында болса керек конференциясы болып өтті. Сол конференцияға мектеп оқушысы сыпатында мен hem делегат болып қатынасқанмын. Біржан Аға басынан сол конференциясының ақырына дейін қатынасқанлығының куәсі болғанмын. Міне бұлар жастар, келешек ертең бұлардың қолында саясат һәм экономикада, ауыл қожалығыда, мәдениет һәм спорт һәм басқа тараулар һәм ертең бұлардың қолында қалады. Міне бүгінгі жастар неменен жасап атырыпты, бұлардың қандай машғалалары бар, бұлардың тәрбиясы қандай, білімі қандай, әдебі қандай, бұларға қандай жәрдемдер керек деген пікірлерді үйрену үшін һәм олардың машғалаларына шешу үшін қандай істерді әмелге асыруды алдына план қылып кетпеген болса керек деп ойлаймын. Хақиқатынан бұл сондай болса керек, себебі қолына ручка алып конференцияның басынан ақырына дейін har bir шығып сөйлеушінің сөзінен кейін бір нәрселерді өзінің дәптеріне жазып отырғанның куәсі болғанмын. Біржан Ағаның өмірінде қылған жақсылықтары әлбетте бұл халқымыз, еліміз таманынан олқынатылған мәселелер шығар деген пікірдеміз. Біржан Аға Қалмұратов пенен аталас ағайымыз. Біздің ата-бабаларымыз Қола беті Көнерген, арқа беті әзіргі Қаллыкөл районы, ар жағы Қоңырат, бер жағы Қожелі ата-бабамыз орталықта жасаған. 1920 жылы қауғалы уақытта ағайлерден бөлініп дарияның ар жағына көшіп кеткенбіз. Біржан Ағаның атасы Қалмұрат, һәм анасы Тұрсын апа, бұл адамлар жүдә һәм адамгершілігі кең адамлар еді. Біржан Аға екеуіне де ұқсаған. Біржан Аға жүдә һәм біздердің сапқызға барған уақытта алдыменен өзіңнен сұрайтын еді. Кемшіліктерді көреді. Алдын қалай жөндейміз мына кемшіліктерді. Кейіннен бәрін айтып болғаннан кейін бізге дұрыс маслихат беретін еді ақсақал. Адамларға тиме,
Біреу сені критикаласа көңіне кемесін бірге істейтұғын. Сол қателігіңді жөлле. Ол адамларға жаңа қыр көрсетіп, жамаллықты еш уақыт ойлама дейтін еді ақсақал. Біздер соның айтқанын қылатын едік. Қожойлы халқы елі бұл ақсақалдың үлкен қызметін ұмытқан жоқ. Халық игілігін бірінші орынға қойып, ібратлы жол салған Піржан Қалмұратов Кегейлі районында көп жылдар халықпенен бірге болып, районның алдыңғы қатардағы саптан орын алу үшін өзінің іскерлігін, жауапкершілігін бағышлайды. Сол дәуірде ауыл қожалығында минет етіп, Піржан Қалмұратовтан ібрат алған инсанлар бүгін нұрани жастағы қарияларымыз. 100 жылдығы белгіленіп атырған ұлы тұлға Піржан Қалмұратов хақында толып тасып сөз еткен аталар бізге тарихтың жаңа бетлерін ашқандай болды. Ол халықтың абадан тұрмысы жақсы жасау үшін бас қатырған. Өзінің тұрмысынан көре халықтың тұрмысын жоғары қойған басшы болғанлығын, жиналған халық мақтанышпенен сөз етуі кімді болса да тәсен қалдыру мүмкін. Бұндай аты әпсанаға айланған инсанлар елде шен болары анық. Піржан Қалмұратов біздің районға, Кегейлі районға бірінші секретар болып, ішкі істер министрінің орынбасарынан 1963 жылы жылдың аяғына таман келді, секретар болып. Сондан бері 1973 жылдың аяғы декабрьге дейін бірге істестім. Сол келгеннен бастап, ол уақыттағы дәуірде район арттағы төмен районлардың қатарында еді. Ол адам келгеннен кейін 2 жылға дейін адамнан менен істесіп, 65 жылдан бастап районның экономикасын көтеруге үлкен өз үлестерін қосты. Әсіресе республиканың экономикасын көтеретұғын пақташылық еді. Сонда пақташылықты районда рауажландырып, 20 мың тоннадан 30-40 мың тоннаға дейін районның пақтасын жетістіруге үлкен үлесін қосты. Халқымыздың әсіресе бір көп айтатығыны, еслейтіғыны, әттегі әпсана есабында айтып жүретіғын басшылардың бірі Піржан аға Қалмұратов. 10 жылдан аслам басшылық етіп, Кегейлі районы бұрын енді қалақ район болған, әмме тарау бойынша артта қалған. Соны 3-4 жылдың өзінде Қарақалпақстанға, тек Қарақалпақстанға емес, Өзбекстанға белгілі районлардың қатарына алып шыққан яшыргөніміз. Бірінші, бұл енді төменде қалған, артта қалған районды қалай көтеру керек? Ол бірінші жұмысты кадрлерден баслағанда. Районда 6 совхоз болса, соның басшыларын таңлап алған. Бөлім басшыларынан таңлап алған бәрін. Аралап, көріп, жүріп, сөйлесіп, қолынан жұмыс келеді ау, елге басшылық етеді ау, елді абадан қылады ау деген адамларды қойып, соның арқасында жұмыс жүде жақсы алып барылған. Сонымен қатар мына ауыл қожалығында текары жерді жақсылау керек. Жер тоймаса, ел тоймайды дейді. Сол жерді жақсылау керек, жерге күтім керек. Соның үшін ол бірінші ізей суларды қашырудан жұмысты бастаған, коллекторларды қаздырған, ағын сулар келетін каналдарды тазалатқан, судың келуі жақсы болған, ізей сулардың арман қарап кетуі де жақсы болған. Соның арқасында жердің хасылдарлығы жоғары көтерілген. Не ексеғам сол жақсы өнім алатын ақуалға келген. Төгілдердің уақытында берген, жергілікті төгілдер, мәдени төгілдер. Енді Піржан атамызды халық әзірем айтысады, енді келешек әулетлерім бұны әпсана қып айтады. Бұл тарихқа айланған ібратлы өмір мазмұны тілдерде ең жақсы сөз болып жасай береді. Сол дәуірде Піржан Қалмұратовтың әр бір қызметін ұғынып жасаған инсанлар бұл тарихқа гуа болған.
бүгінгі күнімізге жеткеруші нұраниларымыз болып есептелінеді. Олардың әңгімелерінен біз дәуірдің хақиқи көрінісін көз алдымызға келтіреміз. Піржан Қалмұратов районды республикада алдыңғы қатарға шығару үшін өзінің іскерлігін, күш-қуатын аямай жұмсаған. Оның істелеген тек қана пақташылық емес, әмме о нелерге, соның ішінде емлеуханаларға. Мен сол уақытлары главврач болып сол жерде істелген уақытымда бізге жиналыстар болатын еді, пақта байрамында. Сонда кімде гәп бар деген уақытлары адамдар айтатын еді. Мынандай біздерге жетіспейді, соларды есепқа алды. Сондай-ақ емлеуханамызға бірінші физиотерапия кабинетін, электрокардиограмма, жүректі өлшейтін аппаратлары, лаборатория компьютерлерін сол уақытлары сапқоздың қаржы есабынан бізге алып берген адам. Соның үшін әммесі Піржан ағаға алғысылары шексіз болды. Сол уақытлары соларға тез жәрдем деген машина жоқтың қасында, емлеуханаға тез жәрдем болғы машинасын берді. Піржан Қалмұратовқа минеткешілердің алғысылары көп болды. Қыдыр келіп, талаплары оралып, даңқын кетті, елден елге таралып. Кімсің Піржан Қалмұратов аталып, дүнияға бір келіп кеттің де кеттің. Сен нағыз бір ер болдың, еліңді сүйген, елім деп, халқым деп, отларға күйген, талай қайраптыларды көзіне тиген, ел ағасы болып өттің де кеттің. Қандай қызмет болса, соған лайық, басшы болдың, елге қуанды халық, халқың үшін болып қолларың жазық, халқыңды тойдырып өттің де кеттің. Кегейлім деп шиырын жанды күйдіріп, жердің бауырын саранаудай үйдіріп, ел қырманын Қаратаудай үйдіріп, елге қызмет етіп өттің де кеттің. Районның ары үшін тырысып, елің үшін табан жерге тарысып, неші басшы менен жүріп жарысып, районның атын шығарып кеттің. Барған жерін кете берді нұрланып, пақта салы екті атыздат ырғалып, планды толтырып, жүзден асырып, елім деп, халқым деп өттің де кеттің. Басшы болдың Қарақалпақта атақлы, инсан болдың ел халқыңа ардақлы. Бұл елді үлесің көп салмақлы, дүнияға бір келіп өттің де кеттің. Піржан Қалмұратовтың басшылық мәдениеті, сыпайылығы, іреті менен қатаң талапшаңлығы, тапқырлығы, барлық бойына сіңген жақсы пазилетлері менен өрнек болған инсан еді. Бұндай жақсы пікірлер оның менен заманлас болған адамлардың әңгімесінде айтылып, тарихи гүрінге айланған. Бүгінгі дәуір адамлары болған біздер үшін үлгі сабағы болып есептелінеді. Піржан адамдар мен тіл табысып, жақсы істеді. 70-ші жылы бригад болды мен. Бірақ болған жылым 202% орынладым. Районда біріншілер қатары бірінші орында болдым. Сонысын бірге істей бердік бригад болып. Жап қаздырдық, дағы еттік. Судың уағында әмме шығады. Бәкірағаның уағында бірақ бөлікті ұйымластырып еді. Мәталағаның уағында сол ұйымласқаннан кейін әттені ана бөлікке ақша шығарғаннан кейін көп ақша алып адамдар бөлік болды. Бөлік болғаннан кейін жақсы болды, премияларды әпкеледі. Бір күні Піржан аға келді, азанда тұрбек, 2 бригад Мәталаға. Сол уақытлары келіп, адамдар енді баса-бас суғарып батыр. Кімі шел шоғып батыр, кімі трактор мен қарғы жарып батыр. Сол уақытлары келді. Әмме адам қарап тұр. Жұмысты батыр. Сөйтіп, сіздерге бір жақсылық етейін деді. Сіздерге ізекеш қаздыртып берейін деді. Уақытлары бақлар ізесудан жаңы өліңкіреп дағеті батыр беді. Ол жүда жақсы болар еді деді. Сөйтіп біздің бөлімге әр бригадты, 5 бригадты жинап, әр өзінің тұсынан ізекеш көрсеттік. Сосын адамлардың бақлары, дағылары өлмейтұғын болды. Адамдар жүда мақтады Піржан ағаны.
bir söyleydi özü, köbem söylemeydi. Adamlar men bakırıspaydı. Bu sonday payın aladığın жақсы rayhon болды dep adamlar maqtab жүрді. Біржан Қалмұратов бархама жаңалыққа ұмтылған, заманауи талапларға сүйенген, халықтың тұрмысының гүлленуін, көркем көзалдығын, жетіскерлігін күшейтуді көзлеп қызмет еткен. Ойлаған ойларын әмелге асыруға талпынып жасаған. Өмірдегі алдына қойған мақсатлеріне жетіскен, халық үшін бидайлықпенен қызмет етіп ізінде өшпейтұғын даңқ қалдырған. Кегейлі районды көтеру үшін көп минет етті Кегейлі районға. Ақиқатынан айтқанда, уақытта техника аз, со бүлдізер ме, экскаватор ма, соған қандай да бір уақыт тауып көшіруге өзінің ұқыптыларын бәрін істейтін еді бұл кісі. Ондай бұл бір келдеу кетті Кегейлі районға бұл кісі. Кегейлі районды көтеру жөнінде бар күшін сарфлады. Район үлкен еді, Бозотау қарайды, Қыржылық қарайды, Назархан қарайды. Соңғы уақытлары жүдә бір Кегейлі районға өзінің көзін тігіп, көп минет етті. Сол минетінің арқасында Кегейлі район ұлы атақларға шықты. Біржан Қалмұратов өз даңқы менен ел қызметінде гүзар жол салған инсан. Негізінде ол республикамызда бірнеше тарауларда, жауапкерлі лауазымларда мінсіз қызмет еткен. Оның бұл қызметлері үкіметіміз тарапынан жоғары бағаланған. Өз дәуірінің сыйлы орден медальлары менен сыйлықланған. Елдің атын ер шығарады деген гәп бекар айтылмаған. Біржан Қалмұратов елдің даңқ абырайының арту үшін аянбаған. Көрсетуімізде өзлерінің пікірлерін білдірген бәрше инсанлардың әңгімесі Біржан Қалмұратов хақында жазылатұғын бағалы шығарма болып, келешек әулетлардың өміріне ібрат болатұғын мирас деп қадірлейміз. Осындай өмір мазмұнын тереңін ұғынуға талпындырады. Нұрани аталар менен дидарласып, сәубетлескен перзентлері бүгінгі күні әке тәрбиясына садық болып, жолын дауам еттіріп атырғанның куәсіміз. Аталар салған жол һәммеміз үшін гүзар болары анық.